Соңғы қыз баланың туған жылын білмеймін, ұмытып қалдым деп айтты. Мен соңғы уақытта баланы туғанда ауырып жүрдім. Баламды Махамбет ауданында енен бақты, мен доктарға қаралып жүрдім. Доктор айтты, шетелге барып қарал деді. Басымды қаратуға бардым, басым қатты ауыратын еді. Шетелде жолдасым Сұлтан екеуміз мені доктарға қаратуға бардық. Түркияға бардық, басымды тексерді, витаминдер берді. Күйеуім сол жақта уақытша жұмыс жасап жүрді. Бір қонақ үйде жаттық, мен көбіне ұйықтай бердім. Менің қолымда телефон болған жоқ, Сұлтан алып қойды. Мені және жолдасымды не себепті полиция ұстаған білмеймін. Бағанағы жерге мені апармаңыздар. Мен психикалық ауруым жоқ деп сұрақтарға баяу жауап берді де, көбінесе білмеймін деп жауап берден бас тартып отырды, шаршап отырдым. Қолымда қаламсапты тастай салатын кездері болды. Көп сұрақтарға жауап бермейді, шаршап отырмын деп адамға күле қарамайды дейді. Сұрақтарға құқықтарыңыз бойынша жауапты қайталай бересіз. Аудармашы көмегі көрсетпейсіз. Қорғаушыңыздың қатысуымен жауап бересіз. Оқиға бойынша не тұрасыз? Кіммен бірге тұрасыз? Қашан кеттіңіз? Индонезиядан бүгін түстіңіз ба? Индонезиядан кеше Алматыдан түстіңіз. Нешеде? Нешеде дейсіңіздер? Бүгін нешесі екен білесіз ба? Психиатриялық наркологиялық есепке демасыз ба? Психиатриялық есепте тұрмайсыз ба? Ата-анаңыз қайда? Қашан сөйлестіңіз соңғы? Байланыстыңыз ба? Кіммен сөйлестіңіз? Шығайын деп жатқанда деген қашан болды? Қай күні? Кеше ма? Алдыңғы күні ма? Кеше кіммен сөйлестіңіз? Кім аты маған? Наурызбек. Немен сөйлестіңіз? Қазір тәнде қатысушылар көріп отырсыздар. Тергеу әрекетін ары жалғастыруға мүмкіндік жоқ. Кешегі сот отырысында Ақбаян мен Сұлтанның қылмыстан соң бірнеше күннен кейін банк бөлімшесіне кірген осы бір видеосы көрсетілді. Видеода өздеріңіз көріп отқандай Ақбаян Сұлтанның артынан еріп қана жүр, өздігінен шешім қабылдап, өздігінен әрекет ететін адамға ұқсамайды. Сараптамада Ақбаянның жағдайын айту үшін әлі де бақылау қажеттігін айтқан еді. Естеріңізде болса, 2022 жылы Ақбаян ата-анасының тойында қандай балбұл жайнап ән айтып жүрген еді. Ал мына видеода қандай мүсәпір күйге түскен байқап отырмыз. Ақбаянды осындай жағдайға түсірген не жағдай? Бірінші соны анықтап алуымыз керек сияқты. Ал сіз Ақбаянға қарап, оның жағдайына қандай баға берер едіңіздер? Енді пікірлерде біреулері әдейі жасап жүр деп жатыр, біреулері Сұлтан ұрған сияқты дейді. Ал сіз не ойлайсыз? Қашан сөйлестіңіз соңғы? Байланыстыңыз ба? Кіммен сөйлестіңіз? Шығайын деп жатқанда деген қашан болды? Қай күні? Кеше ма? Алдыңғы күні.